Барлығы да осы көз көрген ең жақын осы Думанжанның қасындағы осы ата-апалары, аға, жеңге, бауыр, құрдас, дос, жамағат деген чат бар еді. Сол жерде ең активный, өзі атына заты сай жүрген жері Думан, қуаныш, береке, осы Дәкең жүрген жері. Чатта ең бірінші болып амандасатында осы Думанжан. Бас қосуда бірінші болып айтатын, біреуге қол үшін көмек беру керек болса, бірінші болып ассалаумағалейкум жамағат, неғып жассыздар, тып-тыныш, қосылмаймыз ба, көмектеспейміз ба деп бас көтеріп бірінші бастайтын Думанжан. Қазақ десе өзіме тиеді. Қазақша айта берейін. Қазақтың жерінде, қазақтың тойында жүрміз ғой. Дұрыс па? Дұрыс па? Айғайламан. Думан, бауырым, бақытты бол. Аман болыңдар. Ауырмаңдар. Екеуің бастарын бір жастықта қартайсың. Не деген қазақша мынау? Ендерің сау. Но Қазақстанға келіп керемет деп кілең үйреніп алым ардақтар ай. Кішіне үйретті. Шаңырақтарың кейін кері терезелерің тең, үбірлі-шүбірлі болыңыздар деген. Не деген керемет тілек? Әлі мағынасын түсінген жоқ қой. Аман болыңдар, ауырмаңдар. Ардай сіздер үшін Россиядан Тимоти Лепс. Рахмет! Болды, Асан.